Елордада бақ өкілдері арасында футзалдан Мир Пресс Кап республикалық турнирі басталды. 2 күндік турнирдің ашылу салтанаты Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің спорт кешенінде өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің аппарат басшысы Ерболат Мұқаев және ведомствоның баспасөз хатшысы Жанжығыт Омархан қатысты. Мир Пресс Кап турниріне қош келдіңіздер. Ақшыларыңызға жеңіс тілейміз. Сіздерде бір ғана үміткер бар, сайыс деп қарамай, тек сыйластықтың үлгісінде тату-тәтті ойын көрсетіңіздер. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі ұйымдастырған турнир қазақстандық бақ өкілдерінің басын біріктіріп, журналистер мен редакциялардың арасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында өткізілуде. Турнирге Қазақстанның әр өңірінен 18 команда қатысуға ниет білдірді. Жеребе қорытындысы бойынша олар 4 топқа бөлініп, әр топтағы 2 мықты команда плей-оффқа жолдама алады. Турнир 23 сәуірде аяқталады деп жоспарлануда.